Сендер қаласаңдар да, қаламасаңдар да бокс туралы айтқанда Мейвезер туралы айтасыңдар. Флойд Мейвезер бокс тарихындағы ең бай боксшы. Өзінің 20 жылдық мансабында 50 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен ол, қазір 21 ғасырдың ең үздік боксшысы саналады. Біз бүгін 5 салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы, асқан талантты боксшы Флойд Мейвезер жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Кіші Флойд Мейвезер 1977 жылы 24 ақпанда ақштың Гранд Рапидс қаласында дүниеге келеді. Әкесі үлкен Флойд Мейвезер жас кезінде мықты боксшылардың бірі болып, тіпті кәсіпқой бокста Шугар Рэй Леонардпен де жұдырықтасады. Алайда чемпиондық белдікке жете алмаған екен. Дегенмен ортаншы інісі Роджер Мейвезер кәсіпқой бокста 2 салмақта әлем чемпионы атанады. Ағаларына еліктеген ең кіші інісі Джефф Мейвезер де біраз уақыт бойы кәсіпқой бокста өнер көрсетеді. Осылайша боксшылардың отбасында дүниеге келген кіші Флойд та енді жүре бастағаннан қолына бокс қолғабын киеді. Әкесі оны үнемі бокс залына келіп, өзі білетіндердің барлығын үйрете бастайды. Мейвезердің ешкім бұза алмайтын әйгілі қорғанысының негізін бала күнінде әкесі қалаған болатын. Бірақ залдан тыс уақытта Флойд әкесін тіпті көрмейтін еді десек те болады. Өйткені ол көшеде есірткі сатумен айналысатын. Соның кесірінен Флойдтың анасы да есірткіге құмар болып кетеді. Флойд 7-8 жасқа толғанда анасымен бірге Нью-Джерсиге көшіп кетеді. Жаттығуды сол жерде жалғастырған ол 16 жасынан бастап ақштың алтын қолғап турнирін 3 рет қатарынан жеңіп алады. Әуесқой бокста жүргенде ақ Флойд өзінің мінсіз қорғанысымен көзге түседі. Сол себепті бетіне ешқандай да сызат түспейтін оны Pretty Boy, яғни әдемі жігіт деп атап кеткен көрінеді. Кейіннен осы лақабатпен кәсіпқой боксқа да келген болатын. ақштың құрама командасында 57 келінің лидері болған Флойд 19 жасында 1996 жылғы Атланта Олимпиадасына қатысады. Мұнда ширек финалда кубалық Лоренцо Арагонмен кездеседі. Соңғы рет америкалық боксшы кубалық боксшыны осыдан 20 жыл бұрын 1976 жылғы Олимпиадада жеңген болатын. Мейвезерге де бұл жекпе-жек оңайға соқпайды. Алғашқы раундта ұпай санымен артта қалып келе жатқан Флойд қысымды күшейтудің нәтижесінде бір ғана ұпай айырмасымен кубалық боксшыны жеңіп кетеді. Осылайша Олимпиаданың айқын фавориттерінің бірін жолынан алып тастаған Мейвезерді бірақ төрешілер финалға жібермейді. Жартылай финалда кездескен болгар боксшысы Серафим Тодоровқа америкалық боксшыны жығып береді. Төрешілердің бұл әділетсіздігі кейіннен Олимпиада комитетінде талай шу болған болатын. Алайда шешім сол күйі өзгеріссіз қалады. Ал Флойд болса Олимпиаданың қола медальді үйіне апарып, ешкім көрмейтін жерге тығып тастап, бұдан бұлай ешқашан жеңілмеймін деп уәде берген екен. Олимпиададан соң бірден кәсіпқой боксқа ауысуға шешім қабылдаған Флойд 1996 жылдың күзінде топ рэнк промоутерлік компаниясымен келісімшартқа отырып, мансабын бастайды. Бұл уақытта әкесі түрмеде отырғандықтан, кіші Флойдты алғашқы жекпе-жегіне ағасы Роджер Мейвезер дайындайды. Флойд дебюттік жекпе-жегінде мексикалық Роберто Аподакамен кездеседі. Бірден қарсыласының бауырын көздей бастаған Мейвезер мексикалықты 2 рет нокдаунға түсірген соң рефери жекпе-жекті тоқтатады. Арада тура 2 жыл өткенде жеңістер сериясын 17-ге жеткізген Флойд өзінің алғашқы чемпиондық жекпе-жегіне шығады. Бұл уақытта оның әкесі түрмеден шығып, баласының бас бапкері мен менеджері қызметін өзі атқара бастаған болатын. 98 жылы күзде 59 келіде WBC белдігінің иесі Хенаро Эрнандеске қарсы жекпе-жек өткізеді. Мансабында тек Оскар Де Ла Хойядан ғана жеңілген Эрнандес өте тәжірибелі боксшы болатын. Жекпе-жек бастала сала Эрнандес қарсыласына қысым көрсетпек болады. Бірақ Флойд өзінің көзделеспес жылдамдығымен соққыдан сытылып шығып, шабуылға шабуылмен жауап беріп отырады. Жекпе-жек ортасына қарай Мейвезер қарсыласын ашықтан-ашық сабай бастайды. Мұны көрген Эрнандестің командасы жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болады.
Жекпе-жектен соң Эрнандес қарсыласының шеберлігін мақтап, өзінің таза жеңілгендігін мойындайды. Арада 13 жыл өткенде мексикалық боксшы қайтыс болған соң, оның жерлеу рәсімінің шығындарын Флойд көтерген екен. Осылайша 21 жасында әлем чемпионы атанған Мейвезер арада 2 ай өткенде белдігін америкалық Энджел Манфредиге қарсы қорғайды. Қарсыласын 2-ші раундта тоқтатқан Флойд осы жекпе-жектен соң әлемнің ең үздік 10-ның ішіне енеді. Осы уақыттан бастап Флойд пен әкесінің арасында келіспеушіліктер туындай бастайды. Алдымен әкесінің менеджер қызметінен, одан соң бапкерліктен алып тастаған Мейвезер оны командасының мүлде шеттетіп бастайды. Бұған аса қатты қайғыра қоймаған үлкен Флойд көп ұзамай Оскар де ла Хойяның бапкері болып жұмысқа тұрып алады. 2001 жылы Флойд сол кездің супер жұлдызы Диего Корралеске қарсы жекпе-жек өткізеді. Бұл кезде 33 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен Корралес Мейвезерді тоқтататын бірден-бір боксшы әрі жекпе-жектің айқын фавориті саналады. Бірақ жекпе-жек үстінде көрініс мүлде басқа болады. Флойд өзінің жылдамдығының арқасында қарсыласына шабуыл жасауға ешқандай мүмкіндік бермейді. Алдымен ішкі джеб арқылы соғып, Корралестің қолын түсіруге мәжбүр еткен ол аяқ астынан сол қолдың хук соққысымен басқа соғады. Мұндай тұзақты күтпеген Корралес нокдауннан соң нокдаунға түсе бастайды. Another punch inside. Mayweather looking to finish this fight. Down goes, and he hit him in the back of the head. And just throw punches and good left hook. Down goes fighting. And he right hand and down goes Corrales one more. 5 рет құлап тұрған соң Корралестің командасы жекпе-жекті тоқтаттырады. Арада көп өтпей Карлос Эрнандеске қарсы жекпе-жек өтеді. 6-ші раундта соққы кезінде қолын жарақаттап алған Флойд ауырсынғаннан тізерлей кетеді. Мұны көрген рефери бірден нокдаун ашады. Бұл нокдаун Мейвезердің мансабындағы жалғыз нокдаун болатын. Рефериге шағым айтып жылаудың орнына тістеніп жүріп жалғыз қолмен жұдырықтасқан Флойд бұл жекпе-жекті ұпай санымен жеңіп шығады. Белдігін тағы бір рет қорғаған соң, Мейвезер салмақ ауыстыратындығын жария етеді. 2002 жылдың көктемінде 61 келіге ауысқан ол бірден осы салмақтағы бос тұрған WBC белдігіне үміткер атанады. Оның қарсыласы мексикалық Хосе Луис Кастильо болады. Кастильо жекпе-жек бастала сала агрессивті мәнерде алға жүре бастайды. 61 келіге әлі үйреніспеген, әрі жекпе-жектің алдында иығын жарақаттап алған Флойдқа мексикалықпен жұдырықтасу қиынға соға бастайды. Алайда алған бетінен қайтпайтын ол жекпе-жек соңына дейін Кастильомен соққы алмасумен болады. Жекпе-жектен соң Кастильо Мейвезерге қарағанда көбірек соққы тигізгендігі айқын болады. Бірақ сол күні төрешілер жеңісті Флойдқа береді. Әрбір ұлы боксшының мансабында осындай қиын жекпе-жектер болады. Бірақ одан дұрыс қорытынды шығара алған Мейвезер сол жылы реванш өткізіп, бұл жолы Кастильоны айқын басымдықпен жеңіп шығады. Чемпиондық белдігін 2 рет қорғаған соң, Флойд енді 63 келіге көтеріледі. Мұнда тағы 2 рейтингтің жекпе-жектер өткізіп, сол кездің супер жұлдызы канадалық Артуро Гаттимен кездеседі. Бұл Мейвезердің pay-per-view, яғни теледидардан ақылы түрде көрсеткен алғашқы жекпе-жегі болатын. Кездесудің алғашқы раундында төрешіге шағым жасап тұрған Гаттиді қателікті кешірмейтін Мейвезер ұрып құлатады. Одан ары қарай Мейвезердің лақтырған соққыларының барлығын бетімен тосып алған Гаттидің жағдайына алаңдаған Бадди Маккер жекпе-жекті тоқтаттырады. Осылайша 63 келінің чемпионы атанған Флойд енді ғана супер жұлдыздардың қатарына қосыла бастайды. Бұған дейін ол жай ғана проспектілердің бірі болатын. 2005 жылы 66 келіге көтерілген Мейвезер бұрынғы чемпион Шармба Митчелді тура бауырдан соғып нокаутқа жібереді.
Осыдан соң бұрын 66 келінің абсолюттік чемпионы болған Зап Джудамен кездеседі. Джуда бокс таланты жағынан Мейвезерден еш кем түспейтін боксшы. Бірақ ерік жігері жағынан тұрақсыз ол, жеңіп келе жатқан жекпе-жекті аяқ астынан жеңіліп қалатын әдеті бар болатын. Мейвезермен кездесуде де жекпе-жекті Джуда өте жақсы бастайды. Әдетте қарсыластарының барлығынан жылдам болатын Мейвезер бұл жолы өзінен де жылдам боксшымен кездеседі. I think his glove touched the canvas. His glove did touch the canvas. Down at Grand Rapids, Michigan against Carlos Hernandez. By Judah. Ағасы Роджердің қойған тактикасы бойынша уақыт өте келе қысымды күшейткен Мейвезер Джуданы психологиялық түрде сындыра бастайды. 10-шы раундта өзін-өзі ұстауды ұмытқан Джуда алдымен қарсыласының төменгі жағынан соғып, еңкейіп кеткен Мейвезерді желкесінен де кигізіп жіберуді ұмытпайды. Інесіне жасалған мына әділетсіздікке шыдамаған Роджер рингке жүгіріп шығады. Оған қарсы Джуданың әкесі әрі бапкері Йоэл Джуда да рингке көтеріліп, нағыз дүрбелең басталады. Ұйымдастырушылар күзетшілердің көмегімен әрең дегенде рингті тазалап, жекпе-жекті жалғастырады. Осы жеңісінен соң Мейвезер Боб Аруммен келісімшартты үзіп, енді өзінің промоутерлік компаниясы атынан шыға бастайды. Келісімшартты үзу үшін Боб Арумға $750 мың төлеген көрінеді. Енді өзіне өзі бастық болып шыға келген Флойд аргентиналық Карлос Бальдамерді жеңген соң 2007 жылы соңғы жекпе-жегін өткізетіндігін айтып, жанкүйерлерді қызықтырып қояды. Қоштасу жекпе-жегіне қарсыласы ретінде әйгілі Оскар Де Ла Хойяны таңдайды. Осы уақытқа дейін 6 салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанып үлгерген Де Ла Хойямен жекпе-жек үшін Мейвезер көптеген шектеулерге баруға мәжбүр болады. Де Ла Хойя таңдаған қолғапты киеді. Де Ла Хойя үшін ыңғайлы салмақ 69 келіге көтеріледі. Жекпе-жек алдында Флойдтың әкесі, егер Де Ла Хойя $2 миллион төлесе, баласын қалай жеуге болатындығын көрсетіп беруге уәде береді. Бірақ ақымақ болмаған Де Ла Хойя оны бапкерлік қызметінен алып тастап, орнына Фредди Роуч қояды. Жекпе-жек басында Де Ла Хойя өзінің физикалық басымдығын пайдаланып, Мейвезерге қысым көрсету арқылы сәтті шабуылдар жасап отырады. Бірақ уақыт өте келе шаршай бастаған соң Мейвезер тізгінді қолға ала бастайды. Де Ла Хойя соңғы раундтарда бар күшін жинап шабуылға шыққанмен жекпе-жек көрінісі өзгермейді. Бір төреші жеңісті Де Ла Хойяға берсе, екеуі Мейвезерге берген екен. Осылайша мансабында 5-ші салмақ дәрежесін бағындырған Флойд осы жекпе-жектен соң $25 миллион алған көрінеді. Жанкүйерлер Мейвезерді енді шынында мансабын аяқтайтын шығар деп ойлаған сол еді. Сол жылдың соңында 66 келіге қайта түскен Флойд әлі жеңіліс көрмеген британдық Рикки Хаттонмен кездеседі. Хаттон бұған дейін 43 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен болатын. Соңғы жекпе-жегінде Мейвезер әрең жеңген Кастильоны нокаутқа жібереді. Тек қана алға жүре беруді білетін Хаттон жекпе-жек басында Мейвезерге кішкене қиындық туындырады. Бірақ уақыт өте келе қарсыласының қимылын жаттап алған Флойд британдық боксшыны асықпай сабай бастайды. Оныншы раундта жекпе-жекті аяқтауды шешкен Флойд қарсыласын сол қолдың хук соққысымен күтіп алып, басымен ринг бұрышына соғылуға мәжбүр етеді. Хаттонның орнынан көтерілуге шамасы жеткенмен, екі соққыдан соң қайта құлайды. Осыдан соң Де Ла Хойямен реванш туралы сөз қозғалғанмен, Мейвезер 2 жылға рингке оралмай кетіп, реванш сол күйі өтпейді.
Осы уақыт аралығында бос жатпаған Флойд рэп шығарады, реслингке қатысады, әкесімен татуласады. Мейвезер демалыста жүргенде босап қалған әлемнің ең үздік боксшысы орнын Мэнни Пакьяо басқан болатын. Енді жанкүйерлер Мейвезердің әрбір сұхбатында филиппиндік боксшымен өтетін жекпе-жек туралы сұрай береді. Бірақ бұл кезде жанкүйерлер тек өзі жеңілгенше ақша төлеуге дайын екендігін, сонымен қатар жекпе-жекті ұйымдастыру қаншалықты ұзаққа созылса, соншалықты көп ақша алатындығын түсінген Флойд еш асықпайды. Енді ол қарсылас ретінде атағы бар, бірақ өзіне аса көп қауіп тудыра қоймайтын қарсыластар таңдай бастайды. 2 жылдық үзілістен соң алғашқы қарсыласы мексикалық бокс аңызы Хуан Мануэль Маркес болады. Кезінде Пакьяоны қуып жүріп сабаған Маркес Мейвезер үшін габариті жағынан тым кіші қарсылас болады. Өзінің физикалық басымдығын жақсы пайдаланған Флойд Маркеске түк істетпейді. Мазақ ету мәнерінде өткен бұл жекпе-жекте Мейвезер қарсыласын ойсырата жеңеді. Бұл уақытта Флойд өзінің өмір салтын өзгерте бастаған болатын. Бұрын жанкүйерлердің ықыласына бөлену үшін үнемі қайырымдылықпен айналысып, жекпе-жектерін уақытынан бұрын аяқтауға барын салатын Флойд енді жаңа қымбат киімдер киіп, қолына бума ақшалар ұстап жүреді. Үнемі ойын-тойдың арасында жүретін ол ақшаны уыстап шаша бастайды. Бірақ есінде жоғалтпаған Флойд үшін мұның барлығы жай ғана жарнама болатын. Егер ол $100 000 шашса, оның орнын $1 миллион толтырып отырады. 2010 жылдың көктемінде бұрын әлемнің ең үздік боксшылардың көшін бастап тұрған, бірақ қазір бабын жоғалта бастаған Шейн Мозлимен кездеседі. Екінші раундта Флойд мансабындағы ең ауыр соққыларды өткізіп алады. Аяғы бір сәтке босаңсып кеткенмен Мейвезер тез есін жиып, қиын сәттерден ешқашан сынбайтындығын тағы да көрсетеді. Ары қарай қателігін қайталамаған Флойд Мозлиді жекпе-жек соңына дейін бір жақты түрде сабап, ойсырата жеңіске жетеді. Келесі жекпе-жегінде әр шабуыл сайын мазақ етіп күлумен болған Мейвезердің әрекетіне шыдамаған қызба мінезді Виктор Ортис 4-ші раундта Флойдты баспен соғып, ернінің төменгі жағын жарып жібереді. Қателігін кеш түсініп, бірден Мейвезерді құшақтауға ұмтылған қарсыласын кешірмеген Флойд, құшағын жазып үлгермеген Ортисті 1-2-мен сұлап түсіреді. Жекпе-жек соңындағы интервьюде қылығын қайта-қайта бетіне баса берген атақты комментатор Ларри Мерчантты Мейвезер балағаттап тастайды. Екі 2012 жылы Пуэрто-Риколық супер жұлдыз Мигель Коттоға қарсы жекпе-жек өтеді. Кезінде қарсыластардың барлығын қоғадай жапыратын Котто мексикалық Антонио Маргаритодан оңбай таяқ жеген соң тымсақ жұдырықтасатын болып қалған болатын. Бірақ жекпе-жек үстінде Котто Мейвезердің таңданысына орай сәтті шабуылдар жасап, тіпті Флойдтың тұмсығын бұзады. Мейвезердің бокс мансабында ешкім оны бұлай таяқтамаған болатын. Алайда Флойд әдетінше жекпе-жек тізгінін қолынан шығармай, ұпай санымен жеңіске жетеді. It 2013 жылдың басында мексикалық Роберт Геррероны жеңген соң, сол жылдың күзінде енді аты шығып келе жатқан Канеломен кездеседі. Мексикалық боксшы 23 жасының өзінде 42 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен болатын. Бокс сарапшылары Мейвезер жеңілсе, осы жас таланттан жеңілу мүмкін деген пікір айта бастайды. Бірақ жекпе-жек үстінде Канелоның әлі үйренетін нәрселері көп екендігі мәлім болып қалады. Өзін спаррингтегі секілді еркін ұстаған Флойд жас қарсыласын қайтадан бокс мектебінен өткізеді. Төрешілер шешімін жария етер сәтте әйел төрешінің жекпе-жек тең аяқталды деп баға бергендігі анық болғанмен, Мейвезердің жеңістер сериясын жалғастыруына оның ешқандай зиян тимейді.
2014 жылы Флойд қарсылас ретінде аргентиналық Маркос Майдананы таңдайды. Майдана соңғы жекпе-жегінде Мейвезердің көшедегі інісі саналатын Эдриан Бронерді оңдырмай сабап жеңіп кеткен болатын. Мейвезермен жекпе-жек үстінде де Майдана жанкүйерлер таңдандыруды тоқтатпайды. Өзінің бокс стандартына сәйкес келмейтін соққылармен Флойдтың қорғанысын жиі бұзып отырады. Майдананың осал тұсын табуға біраз уақыт жұмсауға мәжбүр болған Флойд, дегенмен уақыт өте келе жекпе-жекті қолына алып, қарымта соққылармен жауап қата бастайды. Жеңісті жұлып алу үшін соққысы ауыр панчермен қоян қолтық ұрыста соққы алмасуға мәжбүр болған Мейвезер аз ғана ұпай айырмасымен жеңіске жетеді. Майданаға тез арада реванш өткізуге мүмкіндік берген Флойд екінші жекпе-жекті сенімді түрде жеңіп шығады. Бірінші жекпе-жектен соң қалтасы ғана емес, өзінің де қимылы ауырлап қалған Майдана Флойдты жеңуге аса тырыспайды. Аргентиналық боксшы тек бір ғана есте қаларлық соққы жасаумен шектеледі. 2015 жылдың мамыр айында бүкіл әлем күткен Мэнни Пакьяоға қарсы жекпе-жекте өтеді. Бұл уақытта нокаутты да, нокдаунды да көрген, небір қантөгіс жекпе-жектерден өткен филиппиндік боксшы бұрынғы қарқынын жоғалтып алған болатын. Ол әлі де болса өте жылдам, өте қауіпті боксшы, бірақ бәрібір бұрынғы Пакьяо емес еді. Ал Флойд қарсыласынан жасы үлкен болса да әлі тың болатын. Сонда да қарсыласынан қауіптенген Мейвезер жекпе-жекті өте сақ өткізеді. Тек ыңғайлы сәттерде ғана соққы жұмсап, артық қимыл жасамайды. Осылайша Мейвезердің аз ғана басымдығымен өткен бұл жекпе-жекте екі боксшы $500 миллиард бөліп алған көрінеді. Енді статистикасын 48-де 0-ге жеткізген Флойд мансабын аяқтау үшін тағы бір жекпе-жек өткізуге бел буады. Қоштасу жекпе-жек ретінде бұрынғы әлем чемпионы Андре Берто таңдалады. Мейвезерге қарағанда қолдары қысқа Берто қарсыласына ештеме істей алмайды. «38 жасар Мейвезер жас қарсыласын ойнап жүріп жеңіп, мансабындағы 49-шы жеңіске қол жеткізеді. Бұл жеңісімен Мейвезер бұрын 49-да 0 деген статистикамен мансабын аяқтаған Рокки Марчианоның рекордын қайталаған болатын. Флойд мансабын аяқтап зейнеткерлікке шыққан сәтте жанкүйерлердің назары бокстан ережесіз жекпе-жекке ауа бастайды. Бұған себеп Конор Макгрегор болатын. Тағы да ақша жасап қалудың ыңғайлы сәт келгендігін түсінген Флойд, Конор екеуі келісіп 2017 жылы үлкен шоу ұйымдастырады. Дегенмен кәсіпқой боксшының лицензиясын алған Макгрегорға қарсы өткен бұл жекпе-жек Мейвезердің ресми статистикасында еді. Жұмыссыз құр жатпайтын Мейвезер қазір шоу жекпе-жектер ұйымдастыруда. Алдымен жапондық кикбоксинг жұлдызы Теншин Насукаваны рингтің бұрыш-бұрышына қодамалатып жүріп сабайды. 2021 жылы Америкада өте танымал блогер Логан Полмен жұдырықтасады. Қазір Флойд Мейвезердің байлығы $1 миллиард асып жығылатын көрінеді. 100-ден астам қымбат автокөліктері бар, ол қазіргі таңда әлемнің ең бай спортшыларының бірі саналады. The Money Team атты промоутерлік компаниясы арқылы көптеген бокс жұлдыздарының жолын ашуда. Солардың бірі Джервонта Дэвис. Міне достар, Флойд Мейвезердің бокс мансабы осылайша өткен болатын. Жолында кездескен қиындықтарға мойымай, алған бетінен қайтпаған ол, қазір осындай дәрежеге жетіп отыр. Енді Мейвезер секілді бокс жұлдызы дүниеге келе ме, келмей ме белгісіз. Видеоны соңына дейін тамашалағандарың үшін алғыс білдіреміз. Онсам міндетті түрде лайк баса отырыңыздар. Сіздермен болған әлем боксинг арнасы.